Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен болонезе пиццасын жасайтын боламыз, және де пиццаның арнайы соусын дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен жылы су, қамыр қопсытқышымыз және де тұз және қантымызды саламыз. Бірденен барлығын салып араластырып, ұнды електен өткізіп, барлығын бірденен саламыз. Зәйтүн майын осы массамыздың бетіне кішкене құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Сол қамырымызды жылы жерге бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтеріліп шықты. Ыдысымыздан қамырды түсіріп, 2 бөлікке бөліп, тағы да бір 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, фаршты салып, жақсылап қуырамыз. Суы тартылып, жақсылап қуырылып жатқан фарштың бетіне пияз және сарымсақты салып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді астын қатты жай басып, дәмдеуіштерін саламыз. Дәмдеуіштеріне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салынды. Бетін жауып, жай отта 15 минутқа қалдырамыз. Енді соусына қызып тұрған табаға сұйық майымызды немесе зәйтүн майды құйып, бетіне дәмдеуіштерді саламыз. Дәмдеуіштерге орегано, базилик, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз салынды. Осыларды жақсылап араластырып, жай отта қуырамыз. Одан кейін бетіне сарымсағымызды саламыз, барлығын жақсылап қуырамыз. Дәмдеуіштерді қуырғанға 1-1,5 минут уақыт кетеді. Енді қызанақтан жасалынған пастаны құямыз. Бұл паста 3 қызанақты алдын ала қабығын аршып, блендермен жақсылап езіп алып, осындай масса болғанда құясыздар. Барлығын жақсылап араластырып, 3 минуттай қуырамыз, жай отта. Одан кейін пастамыз дайын, суытып, қолдана берсеңіздер болады. Қамырды қалағандарыңызша қолмен немесе оқтаймен домалақ етіп жаямыз. Менде 30 сантиметрдей болды. Осы қамырды противень бетіне пергамент бумагасын төсеп саламыз. Тестамызды противеньге салғаннан кейін шанышқының көмегімен осылай тесіп шықтым. Бірденен бетіне суып тұрған соусымызды жақсылап шешетін барлығына жақсылап жағамыз. Бетіне еттен жасалған начинкамызды бір келкетіп саламыз. Менде бетіне моцарелла сыры, сіздер қалаған сырларыңыз салсаңыздар болады. Жеріңізді алдын ала 280-300 градуста немесе 250-ге дейін ғана болатын болса, сол максималды қызуында 7-8 минутқа пісіріп аласыздар. Күйіп кетпесін, кеуіп кетеді. Пиццамыз дайын, пісіп шықты. Осылай кесіп, бірденен ыстық күйде жей беріңіздер. Өте нәзік, өте дәмді, тура пиццериядағыдай пицца болған. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын.